Армысыздар, құрметті көрермендер, арнаға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомызда іш қату проблемасынан қалай арыламыз, іш қатудан құтылудың ең жеңіл тәсілдері жайлы айтатын боламыз. Тақырып қызық болса, видеоның соңына дейін көріп, арнаға тіркеле кетіңіздер. Іш қату ішектің дұрыс істемеуінен туындайтын жағымсыз жағдай. Бұл асқазан ішек жолдарының жұмысының бұзылуынан немесе дұрыс тамақтанбаудан болуы мүмкін. Егер бұл мәселе жиі қайталанса, ол ағзадағы маңызды проблемалардың белгісі болады. Сондықтан іш қатуды емдеумен қатар, оны алдын алу маңызды. Іш қатудың негізгі себептері: жасұныққа бай тағамдарды аз тұтыну. Ас қорыту жүйесінің қалыпты жұмысы үшін жасұнық қажет. Суық су ішу немесе аз су тұтыну. Су жетіспесе, нәжіс қатайып, іш қатуға себеп болады. Қозғалыстың аз болуы, отырықшы өмір салты, дене қимылы ішек жұмысын жақсартады. Стресс және күйзеліс, ішек жүйесі тікелей жүйке жүйесімен байланысты. Көп дәрі қабылдау, антибиотиктер, анальгетиктердің темір препараттары ішек флорасын бұзады. Гормоналды өзгерістер жүктеліп, қалқанша безінің бұзылыстары, қант диабеті әсер етуі мүмкін. Ішек аурулары. Егер іш қату жиі қайталанса, дәрігерге қаралу қажет. Іш қатуды кетіретін 3 жеңіл әдіс. Құрамында клетка көп тағамдарды тұтыну талшық ішек қозғалысын реттеп, нәжісті жұмсартады. Қандай тағамдар пайдалы? Көкөністер: қырыққабат, сәбіз, брокколи, жемістерден алма, алмұрт, банан және құрма, дәнді дақылдардан гречка, сұлы жармасы, тұтас бидай наны, кептірілген жемістерден қара өрік, құрма, мейіз және інжір пайдалы. Күніне кем дегенде 25-30 грамм талшық тұтыну керек. Екіншісі, су режимін реттеу. Көптеген адамдардың іш қатуының негізгі себебі судың аздығынан екенін білмейді. Күніне кем дегенде 1,5-2 литр таза су ішу керек. Кофе мен шайды көп ішпеңіз, олар ағзаны сусыздандыруы мүмкін. Таңертең аш қарынға 1 стақан жылы су ішіңіз. Оған 1 шай қасық лимон шырыны немесе бал қоссаңыз, ішек жұмысын жақсартады. Үшінші әдіс: табиғи іш жүргізетін өнімдерді пайдалану. Кейбір табиғи өнімдер ішті айдап, ішек жұмысын жақсартады. Зәйтүн майы мен зығыр майы таңертең аш қарынға 1 ас қасық қабылдау ұсынылады. Айран мен йогурт ішек флорасын реттейді. Кешкі уақытта ішсеңіз, таңертең нәжіс жұмсарады. Қара өрік немесе інжірдің 5-6 данасын суға жібітіп, таңертең жеуге болады. Сенна шыбының қайнатпасы. Күшті табиғи іш жүргізуші, бірақ оны жиі қолдану зиян. Күнделікті қозғалысты көбейту керек. Қарапайым жаттығулар. Күніне 30-40 минут жаяу жүру керек. Ішті уқалау, сағат тілі бағытымен ақырын уқалау, йога немесе жеңіл гимнастика жасау. Күнделікті физикалық белсенділік іш қатудың алдын алады. Стрессі азайтып, дұрыс ұйықтау. Ішек жұмысы адамның психологиялық жағдаймен тығыз байланысты. Стрессті төмендету үшін тыныс алу жаттығуларын жасау, ұйқыны қалыпқа келтіру керек. Кемінде күніне 7-8 сағат ұйықтау қажет. Жүйкені тыныштандыратын шөп шайларды тұтыну маңызды. Егер іш қату 3-4 күннен ұзаққа созылса, немесе күніне қайталана берсе, гастроэнтерологқа қаралған жөн. Сіз осы әдістердің қайсысын қолдан көрдіңіз? Пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Құрметті көрермен, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомыз ұнап жатса, арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыз. Сіздің болмашы, оп-оңай ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.